Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді жұп-жұмсақ айраннан зебра пирогын дайындайтын боламыз. 300 грамм айранымызға біраз қасық ас содасын салып, венчигіміздің көмегімен жақсылап араластырамыз. Бұл кезде бізде массамыз көтеріліп, көпіршіп бастайды. Айран кез келген түрін қолдансаңыздар болады. Ашыған айран болса да, тәтті айран болса да, қандай айран болса да, біздің пирогымызға жақсы үйлесе береді. Енді кезекте үстінен 3 дана жұмыртқамызды саламыз. Алдын ала өлшеп алған қантымызды салып, барлығын венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Осындай біркелкі масса болғанда үстінен сұйық майымызды құйып, венчигімізбен жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды осылай електің көмегімен өткізіп салу керек. Сонда бізде пирогымыз жақсы көтерілетін болады. Оның барлығын бірден салып жіберместен 2 бөлікке бөліп салдым. Түйірлері қалмайтындай етіп, жақсылап араластырып аламыз. Осындай біркелкі массаға келген кезде қалған бөлік ұндарымызды салып аламыз. Толық рецепт астындағы описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Міне осы қалған ұнымызды салған кезде үстінен 1 шай қасық қопсықшымызды, яғни разрыхлителімізді салып аламыз. Елегімізбен өткізіп аламыз. Және де барлығын жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Ең соңында осылай алма уксусынан 1 шай қасық қосып жібереміз. Сонда біздің пирогымыз өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Дәл осындай сұйықтықта қамыр шығу керек. Енді осы қамырымызды теңдей 2 бөлікке бөліп алатын боламыз. Бұл бөліп алған қамырымызға біз 2 ас қасық какао қосамыз. Жақсылап түйірлері қалмайтындай етіп араластырып аламыз. Ал мына жақта қалған қамырымызға 2 ас қасық ұн салып, бұны да жақсылап араластырып алатын боламыз. Міне осымен біздің қамырларымыз дайын. Енді формамызға пергамент қағазын төсеп, осы қамырларымызды кезек-кезек салатын боламыз. Ең бірінші осылай ақ қамырымызды салып аламыз, ал үстінен әрқайсысынан 2 ас қасықтан салдым. Үстінен какао қосылған қамырымызды саламыз. Осылайша барлық қамырларымызды осы ретпен араластырып салып отыратын боламыз. Осы ретпен қамырды құю шамамен 5 минут уақыттарыңызды алады. Дәл осы уақытта пештеріңізді алдын ала 150 градусқа қыздырып қойыңыздар. Міне барлық қамырларымызды құйып алдық. Енді әдемі көріну үшін шпажкамыздың көмегімен дәл осылай жан жағынан сызып алатын боламыз. Пирогтың бетіне дәл осылай сызсаңыздар өте әдемі әрі ерекше болып көрінеді. Міне дайын болған қамырымызды енді қызып тұрған пешімізде шамамен 30-35 минут пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын. Піскен дәл осылай шпажканың көмегімен анықтайтын боламыз. Құрғақ болып шықты, демек бізде пісті деген сөз. Қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Пирогты бөлме температурасында мұздатып алып, сосын барып кескен дұрыс. Пирогымыз сондай керемет жұп-жұмсақ, әдемі болып шығыпты. Қараңыздар, арасының өзі қандай керемет болып шыққан. Арасы толығымен піскен және де жұп-жұмсақ, нәзік болып тұр. Достар, сіздер де міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Қараңыздар, қандай әп-әдемі болып пісіп шықты. Ең басты жасалу жолы өте оп-оңай, көп уақыттарыңызды алмайды. Видео рецепт сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.